5 2013. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Енді бір қызығы, Сирияда қандай сұмдық оқиғалар болып жатқандығын біз осыдан 2 сағат бұрынғы тікелей эфирдегі лекциямызды айтып қойған болатынбыз. Ал Башар Асад дәл қазір қашып отырып Мәскеуге келіпті. Ал Сирияда қызық болғанда бейне бір кезде Шалгет төңкерісі бойынша қанды қаңтарда қазақтар Назарбаевтың мүсінін талқандап, Назарбаевтың мүсінін қиратып дүниеге бір үлкен бір толқын тудырып еді. Енді дәл қазір Сирияда Башар Асадтың өзінің де, оның қанішер әкесінің де мүсінін қирату толқыны басталды. Алдыңғы осыдан 2 сағат бұрын сөйлеген лекциямызда Сириядағы халық көтерушілері Дамашық қаласының, яғни орысша айтқанда Дамаск қаласының өзін алуға 3 сағаттық жері қалды. Қазір сол Дамасктың айналасындағы маңызды әскери нысандар, үлкен күре жолдардың барлығы Сирия халқының халықтық көтерушілерінің қолына өтті деп сіздерге жеткізген болатынбыз. Демек, ендігі уақытта Сирияда орыстар үлкен сәтсіздік ұшырағалы тұр. Енді жұрттың бәріне бір нәрсені айта кетейік. Сирия орысқа неге керек деп ойлайды? Жоқ, Сирия орыс үшін алғанда, бүкіл Еуропа мен Америка үшін алғанда өте маңызды жер. Оның әскери стратегиялық орны өте маңызды. Ал Путин неге Сирия халқының біреулер айтатын 5%, біреулер айтатын 10%-ында ұстамайтын әлеует шиға Башар Асадты неге қолдады? Путиннің мақсаты өзінің иті басқаратын мемлекетті контролдап отыру. Яғни ким әулетін қолдап, Корейді қақ-екіге бөліп, орыстың иті болған солтүстік Корей дейтін мемлекетті қолдан жасаған Совет одағының үлгісін пайдаланып, енді Сирия халқының 80-95%-ын ұстайтын сүнниттерді қынадай қыратын ирандық шиғалық әлеуеттік бағытты ұстанатын Башар Асадты Путиннің қарумен, қаржымен қолдап отыруының бір себебі Башар Асад арқылы Африкаға ықпал ету. Себебі Путиннің кезіндегі қанды қылмыстық тобы, қанішер Вагнер тобы Африкада анау Суданнан тартып Эфиопияның ең маңызды дейтін кендеріне иелік ететін. Африкадағы бандиттік, қылмыстық, қарақшылық топтардың барлығын Вагнер қаруландыратын, қаржыландыратын. Вагнер баскесерлері тіпті Судандағы ең үлкен маңызды кендерге иелік етіп, ол кенді ашу және сату бәрі сол Вагнердің қолында болатын. Яғни Путин бір мемлекеттің білде бір басшысы болғанымен кәдімгі қылмыстық, қарақшылық қарулы топтар арқылы, ал ол қарулы топтарды мемлекеттік МиГ-29 ұшақтармен қаруландырып, бұл кәдімгі дүние жүзінде жоқ бандиттік топ. Әдетте ең атышулы деген Латын Америкадағы бандиттік топтар ұзаса танкке ие болады. Қолдарындағы АК-47 қаруларынан сырт, оларда граната, танк, анау мынау болады. Ал Вагнерде спутниктік барлау жүйесі, және сонымен қатар танк, және сонымен қатар оларда МиГ-29 бомбалау ұшағы болды. Сондықтан бұл қылмыстық топ Ресейге арқа сүйеп, яғни Ресейде Путиннің жеке меншігі, Вагнерде Путиннің жеке меншігі, сөйтіп Африкада үлкен лаң салып келген. Енді сол лаңның бәрінің базасы болып Сирия болып тұрған болатынды. Білесіздер, анау ежелдің ескі аңызында Дамашық, ол ежелгі араб мәдениеті, ислам мәдениетінде Дамашық ең ескі өркениеттердің базасы, қайнар көзі еді. Енді осы Дамашықты тас талқан қылып, Сирияда әр қалада бүтін кірпіш қалдырмай қынадай қырған орыс әскері Сирияда миллиондаған адамдардың өліміне себеп болды. Мен сіздерге қайталап тұрып айтам, миллиондаған адам. Қырылған халықта қисап жоқ. Еуропа мен Америка тағы басқа елге босып кеткен сириялықта қисап жоқ. Ал осы қырғынның бәрінің обалы мынау есерсоқ шизофрен Путиннің мойнында. Енді Сирия халқын қынадай қырып отырып билікке келген Башар Асад қашып Мәскеуге кепті. Мен қазақ халқына бір нәрсені түсіндірем. Совет одағының иті болған Каддафи өлді.
сыртқы валютаға, долларға, мұнайға қарық қылған Каддафи ең соңында арам өлді. Совет одағының иті болған Саддам Құсайын өлді. Совет одағының иті артынан Путиннің иті болған Милошевич халықаралық қылмыстық істер сотында ертең сот ашылады деген жағдайда, белгісіз жағдайда өлді. Міне, орыстың иттері бірінен кейін бірі өліп жатыр. Бұлай қарап отырсаңыз, енді қараңыздар. Қазір енді орыстың екінші иті Ким әулеті халықараның нысанасына ілінді. Бұлар орыстың бірінші категориялы иттері болатын. Ол сапқа енді сіздердің тақайларыңызда қосылып жатыр. Яғни тақай да халықараның нысанасына ілініп-ақ тұр. Алдымен иесінен бұрын итін соғатын қалыптасып қалған халықаралық дәстүр бойынша алып державалар бірімен бірі тіке келіп бетпе-бет ырғаспайды. Олар алдымен өздерінің иттерін біріне бірін айдап салады. Демек, қазір Башар Асадтың жеңілісі ол жай ғана Башар Асадтың Сириядағы жеңілісі емес, анығында ол Сириядағы сүнниттердің, яғни осы мемлекеттің 85-95% ұстайтын қарапайым халықтың жеңісі. Сонымен қатар Сирия орыстың итаршысынан құтылса, онда оларда шын мәнде ұлттық азаттыққа жетуі мүмкін. Ал Башар Асадтың қашып отырып Мәскеуге келуі тақай сияқтыларға үрей тудыра түседі. Себебі бұл диктаторлардың барар жері, басар тауы, соңғы паналар тұрағы сол Мәскеу ғана. Ал Путиннің өзі дәл қазір соғыста барған сайын ырықсыз орынға түсу бастауда.